ара қатынас сізге қажет пе? Алишер, сізге де дәл сол сұрақ? Баласахан маған қажет болмаса мен кеше тоқтатып тастайтын едім, шыны керек. Негізінде менің тарапымда андай дүниелер, мысалы, маған ол ұнамайды, шыны керек. Бірақ мен барынша қайтадан сөйлесіп көріп, осы ара қатынасты бір сақтап қалайшы деп кеше мен танысықта айтқанда жалғасқан еді негізі. Баласахан рұқсат болса. Иә, айта беріңіз. Қазір Баласахан мынау Алишерді қазір бір іс-әрекеттерден қарасам, кеше шынымен де Арунадан көңілі қалды да, и оны былай қатты көрсете алмай жатыр. Ренжіген шынымен де. Алишер кеше ренжіген. Ал Арунаның ренжісі Алишерге вообще түсінбей жатырмын. Не үшін Аруна сен бұған қырсығып жүрсің? Кеше мына жерде айтқан пікірлерім. Мен Алишерге қырсығып жүрген жоқпын. Менің көңілім түсіп кету себебі мен үйдегілермен сөйлесіп қалдым да, мен Алишердің жанында жүрген кезде. Сол нәрсе маған қатты әсер етіп кетті. Енді болады ғой, мысалы, ауыр сөз естіп жатқан кезде, қызым қайта ғой деген сөздерді естіген кезде мен шыны керек бүткіл әлемді ұмытып кеткендей болдым. Просто болады ғой, қыздар кейде бүйтіп қас-қабағына қарап отырған кезде бір шаруасы болмай, бүйтіп бөлектеніп отқанға маған сол нәрсе кішкене бір олай андай, сен де бір қатулығыңды көрсетпей, мүмкін жылулығыңды көрсетсен, бұдан асқан верный қыз болмайды деп ойлаймын мен. Мен андай жалғыз басты ананың қыздарымен сөйлесіп көргем талай. Шыны керек ше. Жоқ, шынымен ол бүйтіп айтатын нәрсе, бүйтіп енді айтатын нәрсе емес, ауыр дүние ғой, конечно. Алишер, мәселе ода емес, Айнұрдың сөзінің жаны бар. Жоқ, түсініп тұрмын ғой, Баласахан, мен оны өзіне де айттым ғой. Айналайын, мен сенімен бастадым ба, ертең сол әкеңнің де ағаңды орнын мен басып берем дедім мен саған конкретно. Бірақ енді неге бір шаг жасасай маған қарай, мен ғана жасай берем ба деген әңгіме де, қанша уақыт өтіп жатыр деген сияқты. Мен де құр уақыт кетіргім келмейді. Мен үйленуге келдім конкретно. Алишер, алдыңызда отыр. Білмеймін, мен сылтау дегім келмейді, сізді де түсініп тұрмын. Бірақ Аруна соңына дейін қоя салайық онда деуге келісу еді. Яғни сіз таныстық тоқтайды дедіңіз ғой, жаңа ғана орнынан тұрып кетіп қалушы еді. Меніңше шынымен де қателігін түсінді және соңына дейін отыр. Сізден бір қадам күтіп отырған сияқты бәрібірде. Бірақ Алишер, мен сізге жалғастырыңыз, өзіңіздің қалауыңызға қарсы шығыңыз демеймін. Бірақ соңғы рет сұраймын, таныстық жалғаса ма, бір-бірлеріңізге мүмкіндік бересіздер ме?